Бүгін елордамыздың театр әлеміндегі басты құжатына айналған «Сахнадан сәлем» атты 3-ші халықаралық театр фестивалінің шымылдығы ашылды. Шара Астана күні аясында өткізіліп отыр. Фестиваль қаламыз үшін ғана емес, барлық театр әлемі үшін айтулы шара. Бір апта бойы қала тұрғындары мен қонақтары көрерменнің ыстық ықыласына бөленіп үлгерген соңғы жылдардың ең үздік қойылымдарын тамашалай алады. Ал Қазақстан мен жақын шетел театрлардың әртістері өзара тәжірибе алмасып, ең жақсы рөлдерін халыққа ұсынбақ. Жыл өткен сайын шараның ауқымы кеңейіп, жаңа елдер мен қалаларды қамтып жатыр. Биыл «Сахнадан сәлем» фестиваліне қатысатын 12 ұжым көрермендерге соңғы жылдары халықаралық республикалық театр фестивальдарында үздік деп танылған ең таңдаулы қойылымдарын ұсынады. Бүгін Конгресс-холлда фестивальдің алғашқы күні белгілі Ресей актері Сергей Безруков жетекшілік ететін Мәскеу губерндік театры көрерменге танымал «Сирано де Бержерак» комедиясынан басталды. Қойылымға 50-ден астам актер қатысты. Спектакльдің ерекшелігі заттар мен әрекеттер ықшам түрде сөзбен бейнеленіп отырды. Бұл көру қабілеті нашар және зағип көрерменге спектакльді толық қабылдауға мүмкіндік берді. Тифлокомментатор халықаралық театр фестивалінің жаңалығы болды. Ең бастысы, бұл спектакль тифлокомментатормен ұсынылады. Әзірге бұл зағип жандар мен көзі нашар көретіндерге арналған қызметі бар Ресейдегі жалғыз театр. Біз баршаға қолжетімді театр болуға тырысамыз. Сондықтан спектакльдеріміз мүмкіндігі шектеулі көрермендердің тамашалағанын қалаймыз. Айта кетейік, бұл Астана күнін мерекелеу барысында өтетін алғашқы шара. Фестиваль шілденің 28-іне дейін жалғасады.